8 желтоқсанда әлемді өзгертетін идеялар республикалық байқауының қорытындысы жарияланып, жеңімпаз анықталды. Мұғалімдер арасында өткен додаға елдің барлық облысындағы Назарбаев зияткерлік мектептері мен республикалық мектеп-интернаттары қатысты. Қараша айының 10-на дейін жұмыстар өзара қаралып, елбасының кітапханасына жіберілді. Білім және ғылым министрлігінің өкілі, білім саласының құрметті қызметкері, жазушылар одағының мүшесі және педагогика ғылымдарының кандидатынан құрылған комиссия мүшелері келіп түскен 54 әдістемелік зерттеуді мұқият оқып, үздікті таңдады. Бүкіл әлемдік идеялармен ұштасатын мемлекеттік идеяны өзіміздің нұрлы жол бағдарламасына байланысты елбасы ұсынып отырған. Осында елбасы кітапханасы ұйымдастырып жатқан бірінші байқауға ұсынған еңбектерінде біз шын мәнінде өз әлгі білімдік жүйенің стандартына, білімдік жүйенің бағдарламаларының негізі өзегі ретінде осыны қалай алып келгісі келді. Химия пәні мұғалімі қай жағынан, тарих пәні мұғалімі қай жағынан, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі қалай алып келді. Осыны өзі қалай алып келіп, қалай әрбір сағаттың, сабақтың өзі оқытатын пәннің мазмұнына қалай енгізуді жоспарлады, менен осыған қарадық. Оның өзі және шын мәнінде мынау білім беру талабына қойылатын міндеттер деңгейінен көріну керек. Шын мәнінде білім беру, тәрбиелеу жүйесіне өзі тарихи жоспар ретінде кіруі керек. Байқау тұңғыш президент елбасының идеялары мен бастамаларын зерттеп, білім беру барысында инновациялық тұрғыда қолдануды көздейді. Елбасының идеялары арқылы жастарды өсіру әдістемесін тарихшылар ғана емес, тіл мамандары тіпті химия пәнінің мұғалімі дайындапты. Олардың бірі Жанар Жүргенбаева. 3-ші орынды иеленген химия пәнінің мұғалімі Алматы қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы республикалық әскери мектеп-интернатында дәріс оқиды. 2-ші орын Орал қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Арайлы Мағзумоваға бұйырды. Ал жеңімпаз Павлодар қаласынан Нұрсұлтан Назарбаев жүзеге асқан идеялар атты жұмыс дайындаған. 26 жыл тәжірибесі бар Баян Төлебаева елбасының идеяларын білім беру барысында үнемі қолданып келемін дейді. Өзінің тарихын білмеген адам, ол басқа елді біліп, басқа елдің тарихын біліп жаратпайды. Сондықтан әрқашанда біз тарих ол кешегі өткен, бүгін алдымызда болатын болжам барлығы тарих. Бүгінгі күнімізде мінекей әлемге өзгертетін идеялар байқауына қатысамын деп ең бірінші ниет білдіргенмен, қазір бұл тарихта қалып бір кезең ретінде мінекей осы байқауға қатысып жеңімпаз болғаныма өте қуаныштымын. Ол жалғыз менің ғана жұмысым емес, менің оқушыларымның бірге жасаған жұмыстың нәтижесі деп ойлаймын. Елбасының тұлғасы арқылы көрегендік пен терең ойды көріп өскен жастар лидерлікке ұмтылады. Ал оларға дұрыс бағыт беріп, жолдан таймауға үйрететін ұстаздар. Президент идеялары жастарды ойлауға, одан әрі дамуға сеп болады деген оймен елбасының кітапханасы ұстаздар арасында әлемді өзгертетін идеялар атты республикалық байқауын ұйымдастырған еді. Бұл марапаттау елбасы кітапханасының контентімен таныстырудағы жүйелі жұмысының бір бөлігі. Оған дейін бұл бағытта 5 жарым адамды қамтыған дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізілді. Енді міне істелген жұмысқа қорытынды шығарылып, жеңімпаздар марапатталды.